Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сізге өте дәмді духовкада картоп пен тауық еттерін пісіретін боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі тіл үйреді. Ең алдымен тауық аяқтарын маринадтайтын боламыз. Бізге тұз қажет. Содан соң дәміне қарай қара бұрыш қосатын боламыз. Соевый соус 2 ас қасық қосасыздар. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Чесногымызды майдалап турап қосатын боламыз. Өте дәмді шығады. Сұйық күнбағыс майымызды құятын боламыз. Содан соң майонез және де томат қосатын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. 2 ас қасық томатымызды қосып, толықта араластырып алатын боламыз. Барлығы араласып, жарты сағатқа маринадқа қойып қоясыздар. Бізде тауығымыз осылай шықты. Енді келесі кезекте картопларымызды дайындайтын боламыз. Осылай жуып тазалап, бірнеше бөлшектерге бөліп аласыздар. Тым үлкен ірі қылудың қажеті жоқ. Жұқа етсеңіздер тез пісетін болады. Енді пияз қосатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша сәбіз де қоссаңыздар болады. Картоплымызға да дәмдеуіштер қосатын боламыз. Ең алдымен тұзымызды салатын боламыз. Қара бұрышымызды қосамыз. Өз қалауларыңыз бойынша приправалар қоссаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Барлығын осылай толықтай араластырып алатын боламыз. Картопқа 2-3 қасық сұйық май құюды ұмытпаңыздар. Енді противнемізге тауықтың аяқтарын қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін біздің тауықтың аяқтары осылай маринадталып бітті. Қалған соусында құятын боламыз. Енді картоплымыздың пиязымызды осылай жан-жағына, ортасына орналастырып шығасыздар. Духовкамызды алдын ала қыздырып, дайындап қоямыз. Осылай шықты. Енді қызып тұрған пешке бетін фольгамен жауып пісіретін боламыз. Фольга жауып 1 сағаттай пісіріп аласыздар. Содан кейін алып, фольгамен тағы да пісіретін боламыз. Беті қызарып, тағы да жарты сағат немесе 20 минуттай пісіресіздер. Біздің тамағымыз дайын, өте керемет болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Алда көптеген керемет рецептер шығады.